Сәлеметсіздер ме? Біздің Қытай тілін 5 минутта үйренеміз сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз адаммен танысқаннан кейін, оның қай елден екенін, оның кім екенін білу мақсатында біраз сұрақтарды және жауаптарды үйренетін боламыз. Және бірнеше мемлекеттің аттарын үйренеміз. Бұл мемлекеттердің аттарын таңдаған себебіміз, осы мемлекеттерде әлем бойынша адам саны қоныстанған, ең көп қоныстанған мемлекеттерге жатады. Мысалға, адаммен танысқаннан кейін, оның қай елден екенін сұрауымыз үшін мына сұрақтарды қоя аламыз. 请问您是哪国人? немесе 请问你是哪国人? Яғни бұл сұрауға бола ма? Кешіріңіз, сұрауға бола ма? Сіз қай елденсіз? Немесе сен қай елденсің? Осы сұрақты тағы да бір рет қайталайық. 请问您是哪国人? 请问你是哪国人? Сұрауға бола ма? Сіз қай елденсіз? Жауап ретінде біз айта аламыз. О, алдыңғы сабақта өттік. О деген мен деген мағынаны білдіреді. О, ши сұрақтың орнына біз мемлекеттің атын немесе өзіміздің ұлтымызды қоямыз. Бірінші болып біз Қытай тілінде Қытайдың қалай аталатынын үйренеміз. Яғни Қытай Халық Республикасының Қытай тіліндегі аудармасы. Чунго. 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 Ал егер қытайлық адам болса, онда чунго-рен, 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 чунго-рен. Келесі мемлекет ол Индия. Қазақшасы үнді бола ма екен? Бірақ үнді деп біз индиялықтарды айтамыз, индиялық адамдар. Ол Индияның қытайшасы инду. Инду. Тағы да біле? Инду. Егер индиялық адам болса, ол үнді индурен. Индурен. Келесі мемлекет ол Америка Құрама Штаттары. Ол Мейго. 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 Егер америкалық адам болса, онда тағы да адам сөзін қосып, Мейгорен. 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 Американдық деген сөзді береді. Келесі ол Инни. Инни деген Индонезия. Негізі Иннидің бұл қысқартылған түрі. Егер толығымен Индонезияны атайтын болсақ, Қытай тілінде Индонезия болады. Бірақ оны қысқартып айтуға болады. Инни десеңіз, барлығы түсінеді. Инни. Инни. Индонезия. Индонезиялық болса, Иннирен. 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 Бесінші мемлекет ол Пакистан. Баджистан. 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 Пакистандық адам, яғни пакистандық. Баджистанрен. 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 Енді мысал келтірейік осыған. Мысалға мен қазақстандықпын. Хасакыстан. Қазақстан деген мағына. Хасакыстан. Хасакыстан. Ал мен Қазақстанның тұрғыны болғандықтан мен қазақстандық боламын. Яғни Хасакыстанрен. Хасакыстанрен. Бірге толық тез оқитын болсақ, Хасакыстанрен. Егер тез айтатын болсақ, Хасакыстан. Қазақстан деген мағына. Енді мысал келтірейік. Мен қазақстандық адаммын. Қазақстанда тұратын, яғни тұрғынымын. О, ши. Алдыңғы сабақта өткендей о, мен, ши деген солай боламын, яғни солмын деген сөз. О, ши. Хасакыстанрен. О, ши. Хасакыстанрен. Енді сұрақпен бірге келейік. Мысалы, көшеде біз шетелдік бір адаммен таныстық, оның түріне қарап біз оның қай жерден екенін білмесек, бірден сұрауымызға болады. 请问 сұрауға бола ма? 您是哪国人? Біз танымайтын адамға нин деп айтамыз, сіз 您是哪国人? Жауап ретінде ол өзінің мемлекетін айтады. 我是 мысалға 美国人. Ол сол мемлекеттің тұрғыны болғандықтан өзін 美国人деп таныстырады. Тағы да бір мысал, ол өзінің жауабын айтқаннан кейін алдыңғы сабақта өткендей нені деп сұрайды. Сен ше? Ол кезде
тура жауап ретінде дәл солай қайтарамыз. 我是哈萨克斯坦人. Немесе басқа елдің азаматы болса, 我是中国人. Мен қытайлықпын, Қытай Халық Республикасынанмын деген сөз. Тағы да бір толық сұрақпен жауап айтайық. 请问您是哪国人? 我是哈萨克斯坦人. 你呢? 我是美国人. Осы мысалдарда осы сөздерді қолдана отырып, сізде басқаша көп жаттығулар істеп, осы сөздерді жаттап алып, және информация жинау арқылы, басқа таныс емес адамдармен танысу арқылы, олардың қай елден екенін білу арқылы осы сұрақтарды қолданыңыз. Келесі сабақта кездескенше